Қазақтың тұңғыш ғарышкері әуе жолы арқылы тегін ұша ма, жоқ әлде ақылы ма? Татьяна тәтеме дейін қолыңыз жетпей қалған сұлулар болды ма? Қазір дүниенің төрт бұрышы Марсты отарлағысы келеді. Қазақ дегенде жанды беруге дайын болады. Өлімнен қорқасыз ба? Депутаттар болсын, бәр басқалары болсын, оны сатуға құқылары жоқ. Картон есіп ойнамайсыз ба? Ақша, ақша, ақша. Айлық табысыңыз қаншаға? Ренжи берсін. Енді шалбар кию керек. Же мынандай емес шалбар. Татьяна Тоқтарды тапты ма, Тоқтар Татьянаны тапты ма? Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта халық қаһарманы, қазақтың маңдайына біткен тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров ағамыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Алматыға жиі келесіз бе? Енді жиі келуге мүмкіншілік болмай тұр қазір. Қазақтың тұңғыш ғарышкері әуе жолы арқылы тегін ұша ма, жоқ әлде ақылы ма? Оны халық біледі не екенін, қалай екенін. Мен ақылым ба, енді жолды ашқаным мен болатын. Жолда ашқан сізсіз. Сол жолда ашқан адамға қазіргі азаматтық авиация тегін билет сыйлай ала ма? Ондай меніңше қазір бүкіл авиация меншікті болып кетті. Біздің үкімет авиациясы жоқ. Сонымен меншікті болған енді ұжымдар олар қалай тегін береді билет? Тегін бере алмайды. Яғни тегін емес? Тегін емес. Жақсы. Татьяна тәтем қалай? Тамаша. Тәтеме қатысты бір-екі сұрақ. Татьяна Тоқтарды тапты ма, Тоқтар Татьянаны тапты ма? Меніңше бірімізді біріміз таптық. Көп жылдай міне келе жатырмыз бірге қол ұстасып. Биыл 40 жыл толды. 40 жылдан 41 жыл. Бүгінгі кейін мен о кісісіз бола алмайым. О кісі мен бір жаққа кетіп қалсам, ол кісі мені іздейді. Бірімізді іздеп жүрміз әлі. Әлі іздеп жүрсіздер? Иә. Мұхтар Шаханов ағамыз айтады ғой, махаббат деген Эвересттің шыңына шығу деп. Сіз өзіңізді Эвересттің шыңындағы ғашықпын деп ойлайсыз ба? Оны айтатын ақындар ғой. Біз енді жерде жүрген адамдар, біздің лебізімізде ерекше. Айтады ғой, приземленный деп. Ғашық дегенді мен сол сөзді әрі біле алмайым. Ғашық мынау ойыншыққа болады. Ғашық тағамға болады. Күнде ғашық бір кісіге болмайды. Бір кісімен мінездіс болу керек, мінезді. Ойбай, ғашық деп бірін-бірі сүйісіп, бірін-бірі нететті, ертеңінде ажырасады. Бірінді-бірін қадірлеу керек. Сол кезде ғана мына сенің мінезіңе лайық, сенің ойыңда жүретін, сені қолдайтын әрдайым, сен бір ойды аяқ астынан тапсаң да, соны опыр-топырын шығарып, бір жерде айтсаң да, сол сенің жолдасың, соны қолдау керек. Түсінсін, дұрыс емес екен, саған ғана айтады, дұрыс емес, бірақ мен сенің қасыңдамын. Татьяна менің қасымда болып келе жатыр. Керемет. Татьянаға тәтеме дейін қолыңыз жетпей қалған сұлулар болды ма? Болған шығар. Мен де енді жай адам болған жоқпын. Жас күнімден өзімді ұстайтын жігіт әрине маған ғашық қыздар болды. Оны мен жасыра алмайым. Ғашық деймін, енді маған мені жақсы көретін. 10 жылдай бір қызбен біз қатынастық.
10 жыл. Бірақ бұйырмады. Яғни ол сіздің алғашқы махаббатыңыз. Енді махаббатым менің сол махаббатым шығар. Сол кездегі. Бала кезде шында махаббат деген аңғай шығады, ол шыққанда сен өзін тоқтата алмайсың. Ерекше бір мінез болады, ерекше бір ісіңде, жүруіңде ерекше бір махаббат болғанда. Содан кейін ақырында ол жағдай есейе бергенсін ақылға сәйкес бұлай оның қимылы басқаша болады екен. Жас күніндегі махаббат деген шарып ұшатын, найзағай болатын, ол бәрі өшеді екен. Өшіп қалады. Бірақ енді біздің поэттер бар, ақындар. Махаббаты таусылмайды. Енді 70-те махаббат дейді. Енді мен оларға енді шында қайран қалам. Жақсы аға. Осы жасыңызда сізді не қуантады, не өкіндіреді? Мен өте көп жастармен кездесем. Мені қуантатын мектептегі тазалық. Қазір тазалық кіріп келе жатыр. 10 жыл бұрын. Ондай емес еді. Елдің мінезі де басқаша болған. Қазіргі уақытта ақыл кірген балаларға. Осы қуантады сізді? Қуантады. Бірақ далада жүрген адамдарды көргенде мәдениет дегенді білмейтін, отан деген не екенін білмейтін, болашақты дұрыс түсінбейтін, сондай бір енді кісілер мені өкіндіреді. Меніңше Қазақстанда тұрған азаматтар енді бәріне мен неткім келмейді. Қазақтар өз отанын, өз жерін сүю керек қой. Олардың ондай сезімдері жоқ екені көрінеді. Сол мені өкіндіреді. Қазақ дегенде жанды беруге дайынмын. Қашан ол сезім кірді дейсіз? Мен туғандан бастап мен ойлаймын, сол сезім менде болды. Сол сезіммен Алла тағала енді осы дүниеден кетсем бе деп. Бірақ көп жігіттердің ондай сезімдерін жоғалтқанын, кірмегенін, жас күннен кірмеген, туғандан бастап кірмегендерін көрініп тұр. Сол өкіндіреді. Ол не? Парақорлық. Қай жерде болса оларға ақша. Ақшадан артық ештеңе жоқ. Білімдері жоғары. Көбісі шетелде оқығандар. Ал сіз аға, үміт артатын қазақтың жасы кім? Жастардың арасында, өйткені жастармен жиі жолығасыз ғой. Қыздарға қайран қалам. Қыздар деген қазір еркектерден артық. Міне біздің қыздар намысы қай жүрісі? Енді қазақ үшін өлуге дайын. Қыздар? Көп қыздар. Енді көп. Соған мен өте қуанамын. Енді мына әңгімеден кейін қазақ жігіттер ренжіп қалмай ма? Енді ренжи берсін. Енді шалбар кию керек. Же мынандай емес шалбар. Ішіндегі шалбар болу керек. Мынау джинсы мынандай не жақсы костюм киіп алып еркек деймі? Еркек емес олар. Түсінікті аға. Енді картамен бір сұрақтар қойғым келеді аға сізге. Карта ойнайсыз ба, ойнамайсыз ба? Мен енді бір жерде отырғанда жай дурақты ойнай алам. Дәл мен сияқты екенсіз. Бүгінгі қазақ қоғамына қатысты сұрақ қойғым келеді. Иә. Осы қазақ қоғамындағы валеттер кімдер? Мен бұл валеттің мағынасын да білмеймін. Бұл не, кім екенін. Бұл патша ма,
Бұл жұмысшы. Бұл жұмысшы да. Қазақ қоғамында жұмысшы тап кім? Дәрігер ме, мұғалім бе, депутат па? Әрине депутаттар. Аха. Ойбай, олар тердеп, тепшіп жұмыс істейді. Яғни бүгінгі қазақ қоғамының валеттері депутат. Ойбай, өздеріне деген сұмдық. Жақсы. Қазақ қоғамында дамылар кімдер? Солардың әйелдері шығар. Депутаттардың әйелдері. Қазақ қоғамында корольдер кімдер? Соларды көтеріп жүрген кісілер, жоғарыда отырған. Жақсы. Қазақ қоғамында тұз кім? Енді тұз жалғыз ғана болу керек. Мен жалғыз ғана тұз көрсетіп тұрмын. Осы жалғыз тұз сол, иә. Солардың басшылары. Түсінікті. Ал енді осылардың бәрінен таяқ жеп, осылардың барлығының жұмысын жасап жүретін ол алтылық аға. Ол енді меніңше адал жүрекпен, адал ниетімен өз жұмыстарын атқарып жүргендер, қай салада болса да, министр болса да, адал істеп жүрген министр болса, сол. Адал істеп жүрген мұғалім болса, сол. Адал істеп жүрген милиционер болса, сол. Бірақ адал. Яғни адал адамдар, олар алтылықтар. Алтылықтар. Жақсы. Аға, сіздің екі ұлыңыз бар. Тимур және Михаил. Қанша немереңіз бар? Құдайға шүкір 5 немерем бар. Есімдері кімдер? Есімдері біреуі үлкені София. Алла жаса биыл 12-ге толады. Екінші немерем Тамирис. 9-ға толады. Үшінші Тамила. Ол 6-да. Төртінші немерем, ол менің тоқтарланым, 3-ке толады. Кішкентай Оливия деген қызымыз бар. Ол 2-ге толады. Бір ғажап аға, керемет есімдер. Балаларыңыздың есімдерінен бастап, немерелеріңіздің есімдеріне дейін неше түрлі есімдермен кездесеміз. Бұл қалай? Сиқыры неде, сыры неде? Бұл сиқыры енді бұлай. 2 баламның есімін қойған менің үлкен апам болған. Ол кісі бірінші балама Тимур деген атын есімін берді. Екінші балам туғанда мен звондағанда айттым, мен тағы бір ұл бала туды, тәте деп едім, ол кісі айтты, Миша ме дедім, жоқ деймін, Миша емес, ұл бала туды. Мен айтып отырмын Миша. Татьянаның папасының аты Михаил болған. Ол кісі ертеде қайтыс болып кетті. Сол Татьяна жетім болғансын, ешкімі жоқ болғансын, оны кемітпейік. Қандай ақыл, қандай ой. Кемітпей, Татьяна біз дейміз, бәрін бір дейміз, бәріміз деп, сол Миша деп атын қойды. Мен де бұлай айттым, 2 балама да. Маған келіп, балалардың есімін сұрамаңдар. Мен балаларға есім бермеймін. Сендерге мен берген жоқпын. Сендердің балаларыңа да мен бермеймін. Өздерін қоясыңдар. Сол енді Тимурда Тамирис, Тамила, Тоқтарлан, бәрі Т. Т. Ал Мишаның шетелде өмір бақи жүрді, елшілікте біздің. Сонымен оның енді ерекше ойлар, София деп қойды, бір үлкеніміз, ең үлкен, екінші Оливия. Әдемі, бірақ енді қазір заман солай болып бара жатыр. Қазақстанда бір кезде мына үлкен әлем ұжымына кіреді. Егеменді Қазақстан болып, ерекше ел болып кіреміз. Бірақ бүкіл дүние жүзінде мен ойлаймын, ол қарым-қатынас үлкен болып тұрады. Сол кезде есімдері де, анау сыртта да, Францияда да Тимур деген француздар бар. Тамерланның аты
содан кейін Тамерлан деп қойды. Ешқандай қарсылық білдірмедіңіз? Мен білдірмедім. Түсінікті. Бір қызға 15 жасыңызда жеке куәлігіңізді алғансыз. Иә. 15 жаста еңбекке араласу мақсатында заңға қайшы болса да алдыңыз. Енді мен ойлаймын, енді әрдайым осы жүрген жерінде менде өте мықты азаматтар кездесті. Азаматтар. Үлкен әріппен жазуға болады. Сол анау Теміртауның кішкентай милициясының бастығы сонда қандай енді өзі заңды бұзып отыр. Мына балаларды біз жұмысқа орналастыра алмаймыз, олар қашып жүр деген көп не болды. А мен 15 жасымда келіп, өзім сұрандым. Маған беріңізші, жұмысқа барғым келеді. Мен шеше екеуміз ғана тұрамыз. Шешейді мен асырауым керек. Ол кісінің паспорты да жоқ. Ол кезде колхозда жүрген кісілерге паспортты берген жоқ. Сол кезде бірге паспортты алғызып берген ол кісіге. Ал жаман кісі болса, мені сол жерде қуып лақтырып жібереді ғой кабинетінен шығарып. Яғни басын тәуекелге тіге отыра сізге жеке куәлік жасап берді. Иә, енді мен ризамын. Ол кісінің есімін де білмеймін, атын да білмеймін, кім екенін де білмеймін. Жалпы сіз жасаған заңға қайшы әрекеттер бар ма? Төлқұжаттан басқа. Ондай маған есіме кірмей тұр. Иә, өз енді ойымды кімге болса да көзінше айтатынды. Ол заңға қайшы ма, қайшы емес, оны мен білмеймін. Бірақ мен ойлаймын, әрбір кісінің құқығы бар, құқысы бар. Өз ойын айтуға. Бүгінгі шекей солай болу керек. Бірақ енді заңдар басқаша болып тұр. Оны қабылдаған осы депутаттар. Соңғы рет қашан, не үшін митингке шықтыңыз? Митингке көп болды мен шықпағаным. Митингке шыққанда бірінші жер мәселесін көтерілген. Сол кезде мен митингке шықтым. Ол қай жылы? Ұмытып қалдым жылын. Көп уақыт өтті. Қателеспесем 2011 жылдары. Солай. Қазақ тілі мен мына жер мәселесі көтерілген. Осы екі мәселеге байланысты сіз митингке шықтыңыз. Иә. Мы правительству даем, вкладываем, а обратного спроса от них нет. Куда вы дели? Как вы это израсходовали? Зачем вы это делали? Программа такая-то, а почему используем в других направлениях? Не туда, куда надо. Все. И считаю, во всех сферах у нас руководители наши провалили. Все. Ал болашақта сіз қандай мәселе үшін митингке шығуыңыз мүмкін? Мына жерді сатамыз деп қоймаса, мен дайынмын шығуға. Жер ол біздің анамыз. Ешкім сатып алған жоқ. Ешкім сатып бізге берген жоқ. Біздің ата бабамыздан қалған ол қазына. Оны ешкім тарыта алмайды. Ешкім депутаттар болсын, бәр басқалары болсын, оны сатуға құқылары жоқ. Жер ол халықтың жері. Одан енді қолдарын ары қарай созбасын оған. Түсінікті. Және сіз бір өмірден түңілген сәтіңізде Бибігүл Төлегенованың орындауындағы Гауһар тас әнін естіп, еңсеңізді көтерген екенсіз. Жалпы өмірде өкініп тұратын, еңсеңіз түсіп тұратын сәттер жиі бола ма? Және қалай күш жинайсыз? Енді мен
мен де пендемін ғой. Әлбетте. Иә. Әрине кейбір мынау заң мәселесі мен саясаттан өмір бір кірген кісі кете алмайды екен. Ыңғай бәрін қопарып отырасын, қарап отырасын, біреумен келісесің, бір жағдайларын келісе алмайсың. Мынау сыртқы саясатпен мен өте жақсы келісемін. Ал мына өзіміздің жерімізде болып, өзіміздің халқымызды қадірлемегені үкіметтің, ол дұрыс емес. Біз деген енді мен олай болады деп ойлаған жоқ едім. Кейбір заңдардың шығу нәтижесінде еңсеңіз түсіп кетеді. Сол кезде Бибігүл апайдың әнін тыңдайсыз ба? Енді Бибігүл апайға звондаймын. Тыңдамақ түгілі. Айтып, осындай болып жатыр. Иә балам, енді не істейсің дейді. О кісі өте ақылды кісі. Сондай салмақты бәр орнына келеді балам деп қояды. Соған мен риза боламын да отырамын. Түсінікті. Және бір сұрағым аға, сіз ұшқыш болып жүрген кезде 50-ге жуық әуе кемесінің сынақтарын өткіздіңіз. 17 жолдасыңыздан айырылып қалдыңыз. Өлімнен қорқасыз ба? Енді қазіргі уақытта ондай енді қорқыныш жоқ. Мен ұшқыш болдым, сынақшы. Сол салада мен биік дәрежеге жеткім келді. Содан кейін не болса сол болсын. Бірақ сенің есімің қалады. Сен ондай жетістікке жетпесең, дәрежең биік болмаса, сен ұмытыласың. Сол ғана қорқынышты болды. Қазір қорқпайсыз? Қорқу деген қалды ғой. Жалпы неден қорқасыз өмірде? Табиғаттан, Алладан сұрайтын, өз балаларымдан бұрын кетуім керек. Сол менің қорқынышым. Ботамайлап қалғыңыз келмейді? Жоқ, ол деген ең қайғы мәселесі сонда жатады. Ботамай деп еңірегенде. Үш мәрте депутат болдыңыз. Иә. Қалай ойлайсыз аға? Сіз саясатпен айналыстыңыз ба, жоқ әлде саясат сізбен айналысты ма? Енді қазіргі уақыттан сол біраз ойлап отырғанда 2 мәрте саясат менімен айналысты. Мені айналдырды. Бірақ о кезде басқаша болмады. Біз егеменді мемлекеттік тәуелсіздігін жаңғын алып отырғанымыз. Иә, сол кезде енді біздің мемлекетімізде біз 50%-ға да толмадық. Олай болатын болса, саясатымыз жіңішке болуымыз болатын болды. Иә, мынау
біраз аяққа тұрғансын. 2004 жылдан бастап біз шыққанда депутат, мен уже ашық көзбен шықтым. Өкінесіз бе қазіргі таңда? Әлде ешқандай өкініш жоқ па? Сол уақыттағы көзқарасыңызға? Жоқ. Мен о кезде дұрыс сөйледім деп ойлаймын. Сол кезде мені халық қолдады. Мен өз ойымды жеткізе алатын болдым. Жай өз емес, мынау халықтан шыққан ойды мен жеткізіп отырдым. Сол кезде маған көптеген рахмет келді. Жан-жақтан. Сол кезде ақиқат дегенді жақсы көре бастадым. Түсінікті. Халықтың көкейіндегі сұрақты қойғым келеді. Қазақ халқы Байқоңырдың болашағына алаңдауға негіз бар ма, жоқ па? Жоқ. Алаңдамай қойсын, меніңше бәрібір болу, енді Байқоңыр енді болады. Байқоңырды жоймау керек. Ең сұрайтын қазақтар қазір ойбай, Семей полигонын жаптық, енді Байқоңырды жабамыз дейміз. Ол дұрыс емес. Байқоңырды жаппау керек. Не себептен? Мына бүкіл жаңа технология, жаңа техника келіп жатқан осы ғарыш саласынан. Бүкіл мықты әлемдегі мемлекеттер жиналып, бірге ғарышты игеріп жатыр, зерттеп. Біз де соған кіруіміз керек. Сол жұмға. Біз қазір қалып қойсақ, жаңа технологиядан әбден қаламыз. Мен түсінбейтін тағы бір нәрсе. Сіз Илон Масктың жаңалықтарын қалай қабылдайсыз? Мәселен, 2018 жылы 6 ақпанда ол кісінің жаңалығына әлем таң қалды. Oh my God. What? Look at that. That's unreal. And the Falcons have landed. Байлар не істемейді? Ақша төгіліп жатқанда көрсеткісі келеді, сонда жетістік. Ол бүкіл бұрынғы НАСА-да істеп жүрген мамандарды бәрін бір жерге жинап алды. Қалай жинады? Ақша беріп жинады. Ақшасы көп. Анда барды, мында барды, анда шықты. Оны мені қолдадым да. Бірақ мәшинесін жіберіп, ананы нетем, мынаны нетем деген, мен мынау ғарыш саласын мадақтап неткені маған ұнамады. Бірақ ол кісінің үлкен жетістігі болды. Ракета носительдерді қайтадан пайдалану. Оны жармай жерге қайландырмай қайта пайдаланды. Сонысы енді өте үздік салаға жатады. Мен ол жетістік үлкен. Ал Роскосмостың бүгінгі ахуалы қалай аға? Біз НАСА-дан қалып бара жатқан жоқпыз ба? НАСА-дан біз озып отырмыз. Россия әрдайым 57 жылдан бастап ешкімге сол жетістігін берген жоқ әлі. 15 жыл мені американстарды ғарышқа шығарып жүрген ресейліктер. Яғни ресейлік Роскосмос әрине өте НАСА-дан мықты. әлдеқайда алда. Адамзат үшін өте жұмбақ нәрсе Нил Армстронг мәселесі. Айға барып, азан, анау, ол жай әңгіме. Енді Нил Армстронгпен мен кездескенмін. Жағында ол айтты, бір журналист айта салды, сонымен оны қағып алды. Қазір бір журналист мен осында келмей тұрып, бір журналист жазыпты,
Тоқтар Аубакиров кемеге қонып герой атағын алды деп. Қазір бәрі жерде соны жазады. Кемеге қонғанда мен 1 жыл герой болғанмын. 1 жыл жүргенмін герой болып. Иә. Енді сондай атақтарды енді жабыстыра салады. Нил Армстронгпен сөйлескенде ол айтты, менің жолдасым мұсылмандық несін қабылдады. Алды мұсылман болды. Бірақ ол ешкімде ештеңе естіген жоқпыз деді. Яғни қауесет. Ол кісінің айға барғандығы анық. Анық. Сенесіз. Иә. Өйткені оған байланысты да түрлі пікірлер бар. Ой, көп. Қазір көп шығып жатыр. Американың өзі сенбейді қазір. Уже өзі нетіп жатыр. Өз жетістіктерін өздері жойып жатыр қазір. Сізге НАСАның құпиясы қызық па? Әрине. Әрине. Ол ашыла ма? Енді әрине ашылады. Бәрі де ашылады. Ештеңе бұғылып қалмайды. Мынау Энли оның да осында басқа жақты, басқа планеттен келген кісілер бар ма, жоқ па? Кісі деп айтуға бола ма, болмай ма? Ол бәрі де әлі ашылады. Энлоға сіз сенесіз бе? Сенем. Бар ма? Бар. Мен өз көзіммен көргем. Қойыңыз аға. Иә. Қалай болды? Енді жоқ, мен көргем. Бұлай, мен далада жүргем. Бірге жұлдызды көрдім. Шап жарық жұлдыз. Содан сағат 6-тың кезі болды таңға. Мен сол жұлдыз қысты күні айдап маған келді. Бұлай келгенде енді мен жалғыз өзім көрген, енді көрген, ол содан кейін біреуге айтсаң ертек, мен жігіттерді ояттым, қасында 4 жігіт болды. Ояттым үшеуі шықты, қарады. Кейін бізге келді, бұлай келді, резко бұрылып кетіп қалды. Тез ұшып қайтадан ауаға. Іздемен деп еді, содан қайтадан кетіп қалды. Сонда мен шыны керек біраз ойға да түсіп қалдым. 3 азамат сол болған, үшеуі де қаза болды. Көп ұзамай? Көп ұзамай, жап-жас жігіттер. Айдың арғы беті сізге қызық па? Қызық әрине, болған жоқ. Станция бар дейді, анау бар дейді, мынау бар дейді. Оны бәрін зерттеген біздің жер серіктері, ай серіктері болып зерттеді, қарады. Енді жай суреттер бар сияқты дейді, бірақ ол ештеңе жоқ, ол ертек. Айдың ар жағында өмір бар деген өмір жоқ. Өтірік. Бірақ мен бір таңғалатыным, аға, соңғы 40 жылдан астам уақытта айға ұшу неге тоқтатылды? Біреу ақша жоқ дейді. Қымбат. Біреу... Қымбат. Расында қымбат па? Қымбат. Мынау Сатурн 5 ракета-носительді қазір жасаңдар десе жасай алмайды. Ақша жетпейді. Дүниенің дамыған заманында? О кезде бүкіл Америка болып соны жасады. Америка саясаты сонда ол жасауын. Енді олардың да намысына келді. Бәр жерде қалы екінші болады да қалып отырады. Не жер серігі, не бірінші кісі шыққан, енді айға шайықшы деп бірінші Кеннеди бәрін бастаған, содан бастап енді алып кетті олар. Яғни айды игеруде алдына Америка жан салмады. Иә. Қазір дүниенің 4 бұрышы Марсты отарлағысы келеді. Барамыз, бару керек. Неге десеңіздер, енді біздің сол ғылыми адамдардың мойынша Марста
полюстарында су бар, мұз бар. Мұз болса, онда жан болады. Жан болса, онда сол жерде станция жасауға болады. Өмір сүруге болады. Өмір сүруге болады. Өмір сүріп, сол жақтан ары қарай біздің галактиканы игеруге болады. Тағы да бір көкейіме мынандай сұрақ келе қалады аға. Осы біз Марсты меңгеруге кеткен ақшаға аға, неге осы өзіміздің ғаламшарымызды жақсылап жасамасқа? Айналайын, мына ғарышты зерттеу тоқтатылып қалса, меніңше содан кейін мына шынтақ міне, бірақ істей алмайсың. Жап-жақын, солай болуға тиісті. Не себептен? Энергоноситель дейміз бізде қазір. Жерде таусылып келе жатыр. Оны қалай шығарамыз, қайдан аламыз дейді. Мынау гелий дейді. Сонда жидкий гелий Марста толып жатыр. Соны қалай осы қарай алып келу керек? Ол бір жылды шешілетін мәселе емес, 10 жылда шешілетін мәселе емес. 100 жыл керек. 100 жылға қазір біз дайындалып жатырмыз. Қазір біз бір күн сол ғарышты игермей қалсақ, сол уақытта ол бірнеше жылға айналады. Сіздің уақытыңыз аз аға. Мен қысқа-нұсқа сұрақтарымды қояйын, қысқа-нұсқа жауаптар күтем. Болды ма? 5 минут уақыт беріңіз. Бір 10 сұрағым қояйын, тез. Жоқ. Енді қалғаны 2-ақ минут. Жақсы. Доктор аға, мінезіңізде мін бар ма? Әрине бар. Мен айттым ғой, пендемін. Сіз білетін өзіңіздің бойыңыздағы 3 кемшілік? Мен кісілерге жағынам деп, сол жағыну жасай алмаймын. Жағын алмайсыз? Жағын алмаймын. Бір. Екіншіден, шындықты көзге айтамын. Үшінші, біреулерді мен олар дұрыс сөйлемесе, сол жерде жерге батырып жібергім келіп тұрады. Бірақ оларға менің кекті сақтай алмаймын. Ақ көңілсіз? Ақ көңілдік сол енді. Батыран қал? Енді кешіре салам. Сіз жоқ деп айта аласыз ба? Айтып та жүрмін жоқ деп. Келесімде де жоқ деймін. Бір енді теледидарды да мені мынау жоқ дейтін кезім былай. Менімен келісті кісілер. Сағат мені X деді. Мен X сағатта точно келемін. О кісілер болмаса, мен бұрылып кетіп қалам. Ойбай, қуып жетіп, содан кейін жүріңізші, ойбай, кешіңіз. Мен айтам, жоқ. Яғни, уәдеде тұрасыз, ал уәдесінде тұрмаған адамға бірден жоқ дейсіз? Жоқ дейміз. Ардан аттаған кезіңіз болды ма? Мәжбүрлі түрде? Түсіндім, Енді мен өмір ар дегенде сатпайтын адам. Менің арым таза. Айлық табысыңыз қаншаға? Айлығым, менің пенсиям 299 мың. Жете ме? Жетеді. Қандай жетеді? Мен геройлықты маған береді. Мен тағы жұмыс жасаймын. Қазір уақытта бәрі төмендеп кетті. Біздің теңгенің сапасы. Сол жалақыларыма мен де, менің жұбайым да біз кең тұрамыз. Енді орыстар айтушы, от получки до получки деп мен айта алмаймын. Бірақ енді менің жалақым бір алғанда біраз жерге кейін жетеді. Зейнетақыдан басқа қосымша табыс жоқ? Бір тиын ешқай жерден алмаймын. Жақсы. Елбасымен соңғы рет қашан жолықтыңыз? 1-2 жыл болды.
Жолықсаңыз не айтасыз? Жай бұлай өтіп жатып жолыққан ол Басқа шаруа. Оны ештеңе айтқың келмейді. Сен мынау желге айтқан сөздер болсын. Бірақ енді мынандай отыратын қарым-қатынас жоқ. Ондай қарым-қатынас орнауы мүмкін? Мен жоқ, оны іздегім келмейді оны. Түсінікті. Аға, 2-ның 1 деген рубрикамен бүгінгі сұхбатты аяқтаймыз. Жер, ғарыш, қайсыны таңдайсыз? Әрине жер. Қарқаралы, Байқоңыр. Әрине Қарқаралы. Атақ, абырой. Абырой. Жар әлде жақын дос. Дос. Билік немесе оппозиция. Екеуін де жақтамаймын. Арман немесе мақсат. Екеуін де жақсы көремін. Айдын Айымбетов, Талғат Мұсабаев. Енді екеуі де менің жолымды басқан азаматтар, мен оларды қалай жек көремін. Екеуінің арасында таңдау жоқ. Жоқ. Но бірақ Айдын Айымбетов маған жақындау, мен оны өзім таңдап, өзім жіберген адам. Аға, емен жарқын сұхбатыңызға көп рахмет. Сұхбат барысында қанша пайыз өтірік айттыңыз? 0%. Рахмет аға, сұхбатыңызға. Жақсы. Бүгін бізде қонақта болған қазақтың батыры, тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров ағамыз. Алматы қаласының тұрғындары және қонақтары Бөгенбай және Қонаев көшелерінің қиылысында орналасқан Тянь-Шань қонақ үйіне сіздерді шақырамыз. Өте ыңғайлы және жағымды. Осы жерде жұмсақ төсектер мен жабдықталған керемет люкс бөлмелер. Біз сіздерді осында күтеміз. Және Talk YouTube арнасына демеушілік көрсеткеніне 1000 да бір алғыс айтамыз.